деңгейлерді шешу. Сабағымыздың мақсаты оқушылар бір айнымалы бар сызықтық теңдеулердің анықтамасын біледі, мәндес теңдеулердің анықтамасын біледі, бір айнымалы бар теңдеуді шешуді алгоритмін біледі, бір айнымалы бар теңдеудің қасиеттерін біледі, және бір айнымалы бар сызықтық теңдеуді шешіп біледі. Сабағымызды бастамас бұрын балалар сендерді топқа бөлемін. Ол үшін қазір барлықтары келіп, мынау сандықтан қарамай бір-бір қағаздан аласың. Жақсы, ондай болса, біз сабағымызды үй тапсырмасын тексеріп бастайды. Үйге қандай есеп берді? 771 есеп. Үй тапсырмасын тексеру үшін топтың ішінде балалар бір-бірімен дәптерлерді алмасыңдар. Тақтада үй тапсырмасының жауабы көрсетілген, сол бойынша өздерінің сыныптастарының дәптердегі есепті тексеріңдер. Дұрыс болса плюс, қате болса минус таңбасын қойыңдар. Үй тапсырмасын тексеріп болсақ, балалар қайтып дәптерлеріңізді аламыз өздерін, әркім өз дәптерін алсын, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Тақтаға мұқият қараймыз. Балалар, бүгін біз сендермен бірге теңдеулер еліне саяхат жасаймыз. Теңдеулер еліне саяхат жасау үшін біз математикалық пойызға отырамыз. Бала, бұл математикалық пойызға кез келген оқушы отырмайды. Сондықтан біз бірінші математикалық пойызға билет алу тәртібімен танысайық. Математикалық пойызға купе вагонына билет алу үшін тест тапсырмасынан 5 баға аласыңдар. Ал керексіңдер екінші плацкартқа билет алу үшін тест тапсырмасынан 4 деген баға алу керексіңдер, және жалпы вагонға билет алу үшін тест тапсырмасынан 3 деген баға алуларын қажет. Қазір сендерге тест тапсырмасын таратамын. Тест тапсырмасын орындаңдар. Орындағандарды түсіріп алып, жазылмағандарын
таратамын. Осы стикерлерге өздеріңді атты жөндеріңді және тест тапсырмасынан алған ұпайларыңды жазып шығасыңдар. Тақтаға тест жұмысының ответін жауабын шығарамын. Өздеріңді тексеріп, бағаларды қойыңдар. Балалар, тест тапсырмасын тексеріп болсаңдар, стикерлерге аттарыңды және өздерінің бағаларды жазыңдар. Және мына келесі билет алу пунктіне сатып алу. Мысалы, кім 3 ұпай алды жалпы деген баллға, кім 4 ұпай алды плацкарт баллға, және кім 5 ұпай алды кубе баллға келіп жабыстырыңдар. Балалар, біз қай бала қандай вагонға отырғанын анықтадық. Енді келесі біз бүгінгі тақырыпқа көшеміз. Балалар, енді біз теңгелер бекетінен өтіп, тапсырмалар бекетіне келдік. Сендерге ең алғашқы тапсырма бүгінгі сабақтан қандай тақырып өттік, не қалай, нәтиже қандай, сол жайлы егер шеңбері сызып, соған топ-топ жазасыңдар. Бүгін біз бір айнымалыларды сызықтың тегдігін өттік. AX бұға тең қасиеттерін түсіндік. Топ дайын болса, таққа шығады. Бүгінгі сабақта AX тең B теңдеуді өттік. Осы теңдеуді шешудің алгоритмімен таныстық. Жақсы, тоқтап. Балалар, тапсырма түсінікті болған екен, жақсы орындадыңдар. Олай болса, біз келесі тапсырмаға көшеміз. Балалар, сабақтың басында біз қай бала қай вагонға отырғанды анықтаған болатынбыз, иә? Алла. Сондықтан сол қай вагонға отырғандар, сол вагонның есептерін шығарасыздар дәптерге. Аружан тақтаға есебін жазады. Қалғандарымыз есептің дұрыс шығарылуына мән беріп қарап отырамыз, жақсы ма? Екі X қосылған 17-ге аламыз 22-ге. Қосамыз 3X. Екі X'ті аламыз 3X'ге. Тең 22-ні алынған 17. Минус X тең 5. X тең 5. Тексеру. 2 көбейту жақша минус 5. Жақшаны жабамыз. Қосылған 17 тең 22 қосылған 3.
яғни қазақтың және ежелгі математик, физик ғалымдармен таныстырып өтемін. Бірінші әл-Хорезми. Әл-Хорезми бұл адамзат өркениетінің дамуына және қалыптасуына үлкен үлес қосқан ғалым. Ол әйгілі шығыстың жеті жұлдыздарының бірі, әлемдік қазіргі алгебра ғылымының негізін салушы ретінде белгілі. Және біздің қазақстандық ғалым Орынбек Ахметбекұлы Жантүрков. Ғалым, физика, математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері. Ахметбекұлы Жантүрков республикалық физика математика мектебінің ұйымдастырушы және ол мектеп қазір осы кісінің атымен аталады.